Сері тарихи роман «Талтөс» ол менің марқұм болған жолдасым, күйші, жазушы, зерттеуші Таласбек Асенқұловтың өмірбаяндық автобиографиялық роман. Оның бала кезі туралы, атасы туралы, қалай музыка үйренген туралы, сосын атасы, оның достарының әңгімелері арқылы қазақтың тарихы да баяндалады. Мен бір үзіндіні оқиын деп едім. Ағылшыншаға аударылды. Ағылшын американ бір филолог, ақын Тимоти Уолш бұны қазақ әдебиетіне ғашық болғыңыз келсе оқитын кітап. Сосын басқа бір жерде әлемде музыка туралы жазылған романдардың мықтының бірі деп солай бағалаған бұл кітапты. Ағылшын тілде Амазонда бар. Басқа тілдерде бізде Меломан мен Каспийде бар. Мынау жерде күйеу бала қызын ұрып жүрген естіп, бір ақсақал, Сабыт деген ақсақал, күйеу баласына барып сөйлесейін дегенде, күйеу бала оған да пышақпен ұмтылады.